Адам баласы сүйсініп ішетін сусынның бірі шай. Күніне бір мезгіл шай ішпесек, өзімізді жайсыз сезінетініміз рас. Америкалық Алиса Чейз атты ғалым шай мен кофені ауруға душар ететін және адам ағзасының қалыпты жүйесін бұзатын улы сусындар тобына жатқызыпты. Алайда көптеген ғалымдар бұл пікірге түбегейлі қарсы. Яғни, қаншама ұлттың ас мәзірінде маңызды орын алатын осы бір сусын жөнінде қым-қиғаш пікір көп. Ал шай ішсең көңілің жай дейтін біздің халық шайдың пайдасы мен зиянын қаншалықты ажыратады. Шай ішу мәдениеті туралы не білері бар? Оны алда кеңінен айтатын боламыз. Ең алдымен біздің каналға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіз. Шай шығыс халықтарына, соның ішінде Қытай мен Үндістанға бұдан мыңдаған жылдар бұрын белгілі болған. Шайды Еуропаға бірінші рет голландықтар әкелген. Ал 16 ғасырдың бас кезінде Ресей, Орта Азия және Монғолия халқы достық қарым-қатынаста болған. Орыс патшасы Михаил Романов 1638 жылы Монғол ханына сыйлық жібереді. Патшадан келген бағалы сыйлыққа жауап ретінде Монғол ханы оған 200 қорап шай жөнелтеді. Әуелгі кезде шайды дәрі орнына қолданып, кейіннен сусын ретінде іше бастаған Ресей патшасы орыс көпестерін шай алып келу үшін 1969 жылы Пекинге арнайы жіберіпті. Шайды 19 ғасырдың ортасына дейін дүние жүзіне Қытай өзі ғана сатып келді. Біздің өңірімізде шай көпшілік ішер сусын ретінде 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың басында кеңінен тарай бастады. Шай қазақтарға Ресей арқылы жеткен және оны көшпенділердің қолдана бастауы олардың тұрмыс салтының өзгеруімен байланысты болды. Қазақстанда шайдың және шай ішу рәсімінің кең етек жаюы 19 ғасырдың екінші жартысында орын алды. Шайдың шаршап шалдыққанда көңіл көтеріп, әсіресе таңертең ішкен кезде ұйқы ашатынын және денені сергітіп, рахатқа бөлейтінін білеміз. Шай шығыс халықтарына, соның ішінде Қытай мен Индияға бұдан мыңдаған жылдар бұрын белгілі болған. Олар алдымен өз бетімен шыққан жабайы шай жапырақтарын суға салып, бояуын шығарып, сан алуан ауруға ем үшін дәрі орнына пайдаланған. Шайдың арғы тегі Қытайдан шыққан дейді. Шай деген сөздің өзі Қытайдың чайе деген сөзінен тараған көрінеді. Ал чайе қытайша жас жапырақ деген сөз екен. Шайдың байхы деген сорты бар. Бұл да Қытайдың байхуа деген сөзі болса керек. Біздіңше ол ақ кірпік деген мағына береді. Шай жапырақтары күмістей жылтыраған ақ кірпіктей қылтандармен көмкерілген. Шай жапырақтарының түр-түрінің байхы аталатын себебі осы. Шай ішу бұқара арасында кеңінен тараған. Соған байланысты әлемде, әсіресе Қытай, Жапонияда шай ішетін арнаулы ыдыстар да кеңінен қанат жайып көптеп шығарыла бастады. Соның ішінде жапондықтар шайдың бірден бір татымдылығы дайындалған немесе құйылған ыдысына байланысты деп есептейді. Шайдың адам организміне өте пайдалы шипалық қасиеті бар сусын екенін жақсы білеміз. Кісі жаздың ыстық аңызақ күндерінде шөлдесе де, қыстың саңылдаған сары аязында бойын суық шалып, жұмыста шаршап шалдығып, қажыса да, тіпті басы ауырып, көңіл күйдің хошы болмаған сәттерде де шай ішіп, бойы жеңіліп, сергіп, рахатқа бөленеді. Осының сыры неде? Шай құрамында танин, катехин комплексі, дуаль заты, алкалоидтар, углевод, эфир майы, адам организміне пайдалы витаминдер бар. Шайдың жас жапырағында 72-76 су болса, құрғақ зат 28-24. Ондағы құрғақ зат суда еритін және ерімейтін болып екіге бөлінеді. Еритін топқа жататын құрғақ зат экстракт деп аталады. Шайдың неғұрлым нәзікте құнды жапырақтары жиылып, шай өндіретін фабрикаларға жеткізілсе, сөйтіп мезгілінде технологиялық әзірлеуден өтсе, сапалы шай дайындалады. Байхы қара шай дайындау технологиясы жинау, ширату, сұрыптау, ферменттеу, кептіру және сұрыптау секілді күрделі процестерден өтеді. Қара шайда күрең қызыл түс, хош иіс, тіл үйретін сүйкімді дәм болады. Дайындау технологиясына байланысты қызыл, сары түсті шайда кездеді. Ал дүние жүзінде әр қилы технологиялық дайындау әдістеріне байланысты қара, көк, сары, қызыл түсті шай өндіріледі. Шай екі жолмен шығарылып, екі топқа бөлінеді. Оның біріншісі фабрикалық әдіспен өндіру. Ал екіншісі шай өлшеу фабрикаларында шетелдік шаймен араластыру, қораптарға салып тауарлық көрік беру, сөйтіп сауда орындарына дайындау. Байхы қара шайының кірпіштей, тақтайдай және суда тез ерігіш ұнтақ түрлері бар.
Шай ішу жамбасына шаққанда Англия, Австралия, Канада, Жапония, Америка мемлекеттерінде әлдеқайда жоғары. Керісінше, шайды ең көп өндіретін мемлекеттің бірі Индияда шай ішу көрсеткіші жоғарыдағы мемлекеттерге қарағанда әлдеқайда аз. Шай өндірумен дүние жүзінде 30-ға тарта мемлекет шұғылданып, 1.700.000 гектар жерге шай егеді. Соның ішінде Совет одағында шай плантациясының көлемі 80.000 гектар. Азия, Африка, Оңтүстік Америкада да шай кеңінен өндіріледі. Индияда теңіз деңгейінен 300-1800 метр биіктегі таулы жерлерде 370.000 гектар жерге шай егіліп, жылына 500.000 тонна шай өндіріледі. Ал шай өндірісі бағзы заманнан дамыған. Қытайда 333.000 тонна шай шығарылады. Шри-Ланка, Ява аралдарында шай теңіз деңгейінен 902.000 метр биіктіктегі 240.000 гектар жерде өседі. Бір ерекшелігі Индия, Шри-Ланка, Ява жерлерінде шай жапырақтары жыл бойы үздіксіз жиналады. Қанды соғыс, билікке талас және шай. Бірнеше ғасыр бұрын шайға иелік ету және оны сату үшін талас тартыс жүрген. Енді шайдың кесірінен туындаған тарихи дауларды ұсынамыз. Қытай камелиясы. Камелия тұқымдасына жататын оңтүстік шығыс Азия аймағында өсетін мәңгі жасыл өсімдік. Оның құрамында кофеин, теофилин, жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіретін теобромин, танин және ас қорытуды жақсартатын эфир майлары бар. Шайды тұтыну туралы деректер біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда пайда болған. Оны хан династиясының билік өкілдері ішкен. Бастапқыда емдік мақсатта, кейін ағзаны тазалайтын сұйықтық ретінде тұтынды. Оның танымалдылығы уақыт өте арта түсті. Бірақ бар қызық шай ішу үрдісіне еуропалықтар қызығушылық танытқан 17-ші ғасырда басталды. Шайды барлық оқиғаның тілсіз куәгері десек қателеспейміз. Ол жаңа мемлекет қаланған жерде, соғыста, есірткі саудасында, тіпті дағдарыстан шығу кезінде де болды. Бұл оқиғалардың арасында оның рөлі басты болмаса да, одан кем емес еді. Шай аларда бірінші уақытына сосын шығарған еліне қараңыз. Қазіргі кезде шайдың алуан түрлері бар, бірақ көбісінде бояу қосылып жасалады. Оны кесеге құйылған шайдың бояу дақтарын шайды ішіп болғанда көруге болады. Түбінде қалған дақтар ол адам ағзасына әсер етпей қоймайды. Сондықтан пакеттегі сыпалы шайдар қарағанда табиғи шайға жетпейтіні рас. Бүгінге осы шайды таңдағанда абайлап таңдағаныңыз дұрыс. Каналға тіркел, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Келесі тақырыпта көріскенше.